Түркістан қаласынан оңтүстікке қарай 4 шақырым жерде орналасқан сәулетті өнер ескерткіштерінің бірі Гаухар Ана кесенесі. Гаухар Ана ұлы ақын, ойшыл, Қожа Ахмет Яссауидің қызы. Гаухар Ана жайлы аңыз әңгімелерге сүйенсек, ол емшілік қасиеті ерекше жан болған. Оның өмірге келуі мен қайтыс болған кезеңдері туралы нақты мәлімет жоқ. Тарихи деректерге сүйене отырып, 1122-1124 жылдары туып, шамамен 1187-1197 жылдары дүниеден озған деген жорамал бар. Аңыз әңгімелерде Гаухар Ананың емдік қасиетке ие адам болған айтылады. Өз баласы болмағаны, оны әкесі, емнен жазылған адамдардың бәрі сенің балаларың деп жұбатқан деседі. 20 ғасырдың басында Әзірет Сұлтан мемлекеттік тарихи мәдени қорық мұражайына қарасты бұл кесененің бастапқы қалпы бұзылып, кірпіші тоналған. Ол қылықты істің орнын толтыру мақсатында аталған тарихи мәдени қорық мұражайы 2015 жылы Гаухар Ана басына қайта кесене орнатқан. Кесене аумағындағы негізгі жұмыстар 2016 жылдан бастап қолға алынды. Жантақ, шеңгел басқан аумақ гүлзарлармен абаттандырылып, жүйелі түрде ағаш көшеттері отырғызылып, ескерту, белгі тақтайшалары қайта жаңғыртылып, жарық шамдар, Гаухар Ана кесенесі туралы 3 тілде жазылған ақпараттық тақтайша орнатылған.